Төрехан Сабырхан менің жанымда. Бүгінгі қазақ боксының бүгіні мен болашағы десек болады. Ал қалай өтіп жатыр оқу жаттығу жиыны? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен оқу жаттығу өте керемет өтіп жүр. Өздеріңіз де байқадыңыздар. Бар ағаларымыз бар күшін салып жатыр алдағы белестерге. Алла қаласа қазақ халқынан үлкен үміт болса, алдағы белестерді жарамыз деген үміттемін. Мынау сіздің жаттығуда да байқадық, мынау кәдімгі шынымен бәсеке барысында ғана емес, кәдімгі грушамен оңаша қалғанның өзінде де кәдімгі қасыңызда біреулер жүргендей, көлеңкемен төбелесіп жүргендей тәсілдер қолданады екенсіз. Не елестетесіз жалпы осындай сәтте? Енді бұл груша, енді бұл сопернигіміз, жай ғана жаңағыдай қол жоқ. Енді бұл грушамен қалай істеймін, жаңағыдай өткіземін, жаңағыдай көбісі айтып жатыр, енді сәл шаумен дейді. Енді ол жердің бәрі осы грушадан шығады. Грушаға қалай істеймін, жаңағыдай сопернигімді елестетемін. Және осы грушада қандай өнер көрсеттім, дәл соны алып, жаңағыдай қарсыласымнан жасаймын. Кәдімгідей сезіне білесіз? Сезіне білем, сезіне білем әрине. Енді ағайларымды айтып отырады, жаңағыдай удар көп өткіземін, көп майсам, Аллаға шүкір. Енді оның бәрі осы груша, жаңағыдай соперниктерімді қойып, мақсатыма байланысты. Енді мынау өзің бар, Махмұт бар, осы қазір ұлттық құрамада бірінші нөмірді жүрсіңдер. Ағайынды екеудің ұлттық құрамада бірінші нөмір болып жүруі біздің бокста қазір жақсы бір дәстүр болып келе жатыр. Қандай әсерде болады өздеріңде осылай? Бұл ересектер арасында өтуімді ағай көп уақыт күтті, жаңағыдай. Өзімде қанша өттім, жастар арасында тезірек ересектер арасында бар. Ағамен бірге бір жаңағыдай ересектер сапында өнер көрсетсем деген ой болды. Жаңа Сабырхан деген фамилиямызды әлемге танытсам деген мақсат болды. Аллаға шүкір, ағайда қуанып, ересектер арасында кеше ел чемпионатында чемпион болдым. Және ағамда бірінші нөмір 54 келі салмақта, мен ар жақта 67 келі салмақ дәрежесінде бірінші нөмірмін. Аллаға шүкір. Енді дәл осыны ұздап, олимпиадаға шейін бірінші нөмір болып, Алла қаласа басу керек.